Рамзан Кадыров дон деп сөйлейтін қызық әдеті бар. Әділетті басшы, нағыз еркек деп санайтындар. Бұл видеоны көргенде сәл таңырқарауы мүмкін. Бұл бейнеде Кадыровтың өмірінің ең бір көрнекі тұстарын атамақшымыз. Рамзан Кадыров 1976 жылы Шешен-Ингуш АКСР-ның Шалинский ауданының Центарой ауылында туылды. Ол Ахмат Кадыров пен Аймани Кадырова отбасында екінші ұл болатын. 2004 жылы қайтыс болған үлкен ағасы және екі үлкен әпкелері бар болатын. 1992 жылы туған ауылында мектептегі оқуын тәмамдады. 1991 жылы бірінші Ресей-Шешен соғысы басталады. Бұл кезде Рамзан мен оның әкесі Ресейдің әскеріне қарсы соғысты. 1996 жылы Ресей мен өзін-өзі Ичкерия деп жариялаған шешендер шабуылдамау туралы келісімге келеді. Сонымен бірінші Ресей-Шешен соғысы аяқталады. Бұдан кейін Рамзан Ичкерия муфти, яғни әкесінің оққағары мен жеке көмекшісі болып жұмыс істейді. Әкесі ол кездерде Россияға джихад жариялаған Шешенстандағы сепаратистік және антиресейлік қозғалыстардың көшбасшыларының бірі болатын. Бірақ 1999 жылы күзге қарай екінші Ресей-Шешен соғысы басталады. Рамзан мен әкесі вахабилерге қарсы шығып, Ресей жағына өтіп кетеді. Оның байырғы жақтастары оның Ресей тарапына өтуін басқаша түсіндіреді. Ичкерия Шешен Республикасының президентінің қызметін атқарушы шенінде болған Зелимхан Яндарбаев Ахмат Кадыров туралы былай дейді. Кадыров 1981 жылдан бері Шешенстанда намаз оқуға да тыйым салынған кезде мемлекеттік қауіпсіздік комитетімен, яғни КГБ-мен жұмыс жасаған екен. Біз бұл жайтты 1996 жылы Грозныйдағы КГБ мұрағатын басып алғанда білдік. 2000 жылдан бастап Ахмат Кадыров уақытша әкімшіліктің басшысы болады. Рамзан болса әкесінің қасында әртүрлі қызметтер атқарды. 2003 жылы әкесі Шешенстанның президенті болып сайланғанда Рамзан президенті қауіпсіздік қызметінің басшысы болып тағайындалды. 2004 жылы Ахмат Кадыров Грозный қаласының Динамо стадионында болған террорлық жарылысының нәтижесінде қайтыс болады. Әкесінің өлімінен кейін Кадыровқа вице-министр қызметін береді. Кадыров террористермен күресуге кіріседі. 2005 жылы үкімет төрағасының қызметін атқарушы болып сайланады. 2006 жылы Шешенстан президенті Али Алханов Рамзан Кадыровты үкімет төрағасы қызметіне тағайындау туралы жарлыққа қол қояды. Бірақ осы жылдың көктемінен бастап Кадыров пен Алханов арасында қақтығыс пайда болды. Алдын Кадыров мемлекеттің ата заңында жазылғандай 30 жасқа толмағандықтан президент бола алмады. Бірақ 2006 жылы ол 30-ға толып, мемлекет басшысы болуға талпыныстар жасауға кіріседі. Сол жылдың сәуірінде үкімет басшысы Кадыров пен мемлекет басшысы Алхановтың оққағарлары арасында атыс болып, нәтижесінде екеуі де Путинмен кездеседі. Бір жылдан соң Алханов өз қызметінен кетіп, Путин Рамзан Кадыровты Шешенстан президенті етіп тағайындайды. Шешенстанда ол кездері тоқтамай терактар мен адамдарды ұрлап өлтіру жүріп жатты. Рамзан Кадыров содырларға өз жағына өтуге ұсыныстар жасап, көп бөлігін қайтарып алды. Кейбір деректерде содырларға қосылғандардың туған-туысқандарының үйлерін өртеп жібергені хабарланады. Кадыров президент болып тағайындалғаннан кейін республикадағы жағдай алдыңғы жылдармен салыстырғанда біраз ретке келді. Кадыров әскері мен содырлар арасында ол кездерде көптеген қақтығыстар мен атыстар өтті. Нәтижесінде 2009 жылы екінші Ресей-Шешен соғысы аяқталды. Кадыровтың ресми бәйбіше әйелі Айдамирова Медни Мусаевна. Олардың Рамзан екеуінің 4 ұлы мен 6 қызы бар. 2007 жылы 2 баланы балалар үйінен асырап алған. Сонымен отбасыларында 12 бала бар. Медни Мусаевна 2009 жылы Грознийда Фирдаус сән үйін ашып, мұсылман киімін шығарады. Бүгінде киім үлгілерін араб әмірліктері секілді басқа да шетел мемлекеттеріне сатады. Кадыров оны ақш санкциялық тізімге енгізбестен бұрын Instagram жүйесінің белсенді пайдаланушысы болды. Ол әлеуметтік желілерді 2013 жылдан бастап қолдана бастады. 2017 жылдың соңында оның Instagram мен Facebook аккаунттары бұғатталды. Оның 3 миллиондай оқырманы болған. Соғыстан құтылғысы келетін Ресей үкіметі Шешенстанға өте үлкен ақша жіберіп тұрады. 2008 жылы Ресей Шешенстанға 120 миллиард рубль жіберген. Ал 2018 жылы Ресей Шешенстанға жіберетін ақшаны қысқартып 130 миллиардтың орнына 75 миллиард рубль жіберіпті. Бұл жайт Рамзан Кадыровқа қатты ұнамаған көрінеді. Шешенстанның бюджетінің 80-90%-ын Ресей жіберген ақша құрайды екен.
Ойлап қарасаң, шешен халқы байлыққа шомылып жүру керек сияқты, алайда халықтың жағдайы мәз емес. Грозныйдан сырт елді мекендерге барсаң, халық кедей тұратыны білінеді. Сонда ақша халыққа тимесе қайда барады? Ақшаның басым көпшілігі Рамзан Қадыров пен оның айналасындағылардың шалқып өмір сүрулері үшін кетеді. Оның үлкен сарайы бар, 128 араб сәйгүліктеріне арналған ат қоралары, жабайы аңдарды ұстайтын зоо саябағы мен ипподромы бар. Грозныйда неше түрлі болмаған ғимараттарды салғызады. Ең үлкен мешіт, Ахмат Арена стадионы және тағы басқа көп керек емес ғимараттарға ақша жұмсалады. Бүгінгі таңда кедейліктің ең жоғарғы дәрежесі Ресейдің мына 4 өңірінде екен: Мәскеу, Тыва, Дагестан мен Шешенстанда. Қадыров кезінде Грозный қаласында әсем ғимараттар салып, мемлекеттің өмірі жақсарды деп ресми бақ өкілдері әрдайым жар салады. Грозный қаласының әлпеті шынымен де жақсы болды. Алайда шетел және Ресей мамандарының пайымдауынша, бұның барлығы тек көз бояушылық қана. Бұқаралық ақпаратта Қадыров жаңадан салынған жерлерге барып, өзінің мемлекетті дамытып жатқанын көрсетіп жатады. Алайда Мәскеуге әдемі бейнеролик дайындап болғаннан кейін, қаланың жаңа аудандарына барып қарасаң, олар қаңырап бос тұрады екен. Онда ешкім тұрмайды. Мәскеуден келген жымқырылған ақшаның игерілгенінде сендірудің амалы. Ақшаны қайдан алатыны туралы сұралғанда, Рамзан Қадыров оны айтқысы келмейді. Бар айтатыны Алла берді деген сөз. Бірақ Рамзанға ақшаны Ресейдің, яғни Путиннің беретіні белгілі. Осы үшін Рамзан Путинді әрдайым бақ өкілдерімен сұхбаттасқанда мақтап, аспанға көтереді. Путиннің кез келген бастамасын қолдап, оған тіл тигізгендерді қорқытады. Тіпті бір рет Путиннің туған күніне арнап, Грозныйда 100 000 адамды жинап, салтанатты шеру де ұйымдастырғаны бар. 2020 жылдың нәтижесі бойынша Қадыров декларациясында ресми табысы ретінде көрсетілген сома 381 миллион рубль. 2018 жылы болса, оның ресми табысы 7,5 миллион рубль ғана болған. Бұл екі санның арасы 50 есені құрайды. Оның атында ауданы 3668 және 28361 текше метрді құрайтын екі жер телімі және ауданы 2344 метр квадрат үйі бар. Бұнымен қоса, оның жинағында 100-ге жуық көлік бар. Жинақтың меруерт тасы деп Аспен Мартин 77 көлігін атауға болады. Бұндай көліктің әлемде тек 77 данасы ғана бар. Рамзанның жинағында 30 миллион рубль тұратын Rolls-Royce, 1,5 миллион евро тұратын Bugatti Veyron, сонымен қатар Lamborghini Reventon, Mercedes-Benz McLaren, Ferrari көліктері бар. Олардың біреуінің құны 400 000 рубльден басталады. 2017 жылы Рамзан Қадыров әлемдегі ең кең бизнес ұшағын Airbus ACG 319-ды қолданатыны анықталды. Оның бағасы 80 миллион долларға жетуі мүмкін. Ұшақта қонақ бөлмесі, жатын бөлме, офис, жуыну бөлмесі және басқа да бөлмелер бар. Оны ұстау үшін жылына 5 миллион кетеді екен. Қадыровтың 100-ден асатын сәйгүліктерін асырау үшін жылына 50 миллион рубль кетеді екен. Табыстар туралы декларацияға сәйкес, Рамзан Қадыровтың ресми әйелінің де Мәскеуде 209 метр квадрат пәтері бар. Ол Астананың ең беделді ауданында Мосфильм көшесінің бойында Воробьевы горы тұрғын үй кешенінде орналасқан. Қадыровтың әйелі жылына ресми түрде 60 000 рубль табыс тапса, екі кәмелетке толмаған ұлдары айына 200 000 рубль табады екен. Табыс көздері белгісіз. Рамзан Қадыровтың табысының тағы бір көзі 2004 жылы құрылған Ресей қаһарманы Ахмат Қадыров атындағы жергілікті қоғамдық қор. Қорды ресми түрде Рамзанның шешесі Аймани басқарады. Бұл қордың ресми мақсаты халықтың әл-ауқатын көтеретін жобаларды, қайырымдылық жобаларын және құрылыс бағдарламаларын қаржыландыру. Қадыровтың сөзінше, қорға Ахмат Қадыровтың ескі достары мен Шешенстаннан тыс тұратын кәсіпкерлер қаражаттандыратын көрінеді. Бірақ оны аз санап, елдегі әр кәсіпкер мен мемлекеттік қызметшінің айлық табыстарынан да ақша ұсталынып, осы қорға әр ай сайын түсіп тұрады екен. Бұл туралы камераға айтуға Шешенстанда қатал тыйым салынған. Бірақ халықтың сөзінше, мемлекеттік қызметшілер ол жерге айлығының 10%-ын, ал кәсіпкерлер табысының жартысына жуығын жібереді екен. Қадыров қоры жабық ұйым, өзінің шығындар мен табыстары туралы есепті беруге асықпайды. Қордың есептері бойынша қаржысы 3 миллион рубльді құрайды екен. Әділділік үшін қор бір жылдың ішінде 747 миллион рубльді қайырымдылыққа, ал 8 миллион рубльді әртүрлі жерлерді ұстау үшін жұмсалғанын атап өту керек.
Қадыров өзіне қолдау табу үшін көптеген атақты адамдарға сыйлық бергенді жақсы көреді. Рамзанның ең жақсы көретін сыйлығы автокөліктің кілтін сыйлау. Ол автокөлікті зағип жандарға, өзінің ауылдағы жанкүйерлеріне, атақты спортсмендерге табыстаған. 2013 жылы Рамзан Тимати деген рэперге Макларен Стиринг Мосс көлігін сыйлаған. Оның ең аз дегендегі құны $1,600,000 құрайды. Бұдан бөлек Хамзат Чамаев, Саид Нурмагомедов пен Артур Битербиев деген боксшыларға Мерседес көлігін сыйлаған. Аралас жекпе-жек күрескері Александр Емельяненкоға болса, 2 автокөлік сыйлапты. 2018 жылы 5 жастағы Рахим Куриевке 4105 рет отжимания жасағаны үшін Мерседес сыйлапты. 2013 жылы Қадыров Грозныйда 5 бөлмелі пәтерді Ресей азаматтығын қабылдағаны үшін Жерар Депардьеге сыйлаған. Бірде Қадыров дагестандық мектеп оқушыларын қоғамдық тамақтану орнына апарып, олардың әрқайсысына iPhone X сыйлап беріпті. Яғни сол кездегі соңғы үлгідегі iPhone. Мектеп оқушысына бұндай сыйлық неге керегі бар десеңізші? Рамзан Қадыров фонды ақшасына атақты әртіс, актер мен спортсмендерді шақырып, оларға ақша және сыйлықтар беріп, өзіне дос етеді. Ресейдің әртістерінің басым көпшілігін былай қойып, Шешенстанға Голливудтың әлемдік жұлдыздары, әлемдік музыканттар да келіп жатады. Мысалы, Ванесса Мэй атты скрипка тартатын әйелге €366,000 төлеген. Диего Марадонаның келуіне €1 миллион құртқан. Майк Тайсонның келгені үшін $2 миллион алған екен. Ресейдің Сергей Зверев атты әншісіне €100,000 тұратын сағат сыйлаған. 2015 жылы Шешенстанда түнгі қасқырлар деген байкерлер клубының бөлімі ашылып, Рамзан Қадыров байкерлерге 16 мотоцикл сыйлапты. Рамзан Қадыров сын көтере алмайды. Өзін сынағандарды жұрттың алдында масқаралап, ұятын шығарады. Олардың сөздері рас па, өтірік па, оның маңызы жоқ. Қадыров Шешенстанды қатаң ұстаса да, ол жақтан да билікке шағымданғандар табылды. Шағымданғандардың айтуынша, олардың айлықтары төмен, әлеуметтік қиындықтары шешілмейді. Қадыровтың көңілінен шықпағандарды жазалаудың сүйікті әдісі теледидардан немесе әлеуметтік желілерде кешірім сұраттырғызу. Шешенстан телеарналарында Қадыров өзін иманды, адал адам етіп көрсетіп, әйтеуір бір кінәрат жасағандарға теледидардан ұрысып жатады. Рамзанның қаһарына тигендер шетелдерге бас сауғалайды. Жылына орташа есеппен алғанда 10-20 мың адам Шешенстаннан батысқа жер аударады. Алайда соған қарамастан Қадыров өзіне қарсы тұрғандарды шетелдерден тауып, өздеріне, туыстарына зиян тигіземін деп қорқытып кешірім сұраттырғызады. Бұнымен қатар құқық қорғаушылар Қадыровты адамдарды қинап ұстауға арналған құпия түрмелер ашқандығында бірнеше рет айыптаған. Бұл жайттар жайында сөз өрбітсек, онсыз да қысқа емес видеомыз одан сайын созылып кетер. 2021 жылдың желтоқсанында құқық қорғау органдары Россиядан көшіп кеткен Қадыровты сынаған Абубакр Янгулбаев атты юристтің 40 туысқанын ұстаған болатын. Көбісін жақын арада жіберген. Бірақ 2022 жылдың 20 қаңтарында Нижний Новгородта белгісіз қаруланған адамдар шешен полиция қызметкеріміз деп өздерін таныстырып, үйіне баса көктеп кіріп келеді де, анасын зорлықпен көлікке отырғызып, Шешенстанға алып кетеді. Ресейдің ресми баспасөз хатшысы бұған араласпайтынын мәлімдеп, әйелді ұрлағандығын жоққа шығарыпты. 23 қаңтарда Шешенстан ақпарат және баспасөз министрі Ахмед Дудаев әйел кісінің Грознийдің уақытша ұстау изоляторында екендігін мәлімдеді. Сол күні Абубакр Янгулбаев оның Грознийдағы 15 туысқаны байланысқа шықпай, үйлерінде көрінбейтінін хабарлапты. 24 қаңтар күні Қадыров Янгулбаев отбасы мүшелерін табу үшін Шешенстан билігі барлығын істейтінін, ал олар қарсылық етсе, оларды жойып тастайтынын мәлімдеді. Мусаеваны босату үндеуімен Ресей билігіне Еуропалық одақ жолығыпты. Мынау видеоны түсірген адам оны көрсеткен соң туған Кинхи ауылынан қашып бас сауғалауға тура келді. Бұл Шешенстанның Шарой ауданындағы таулы ауылдың әдеттегі шенеуніктердің бассыздығы, ақша бопсалау мен қорқытуларға толы өмірінен бір күн болатын. Бұл видеода Шешен парламентінің спикері Магомед Даудов Аргун қаласының 59 жастағы тұрғыны Абубакр Асмаевты жұрттың көзінше сөгіп жатыр.
Абубакыр Асмаев Шалидегі үйлерді қирату туралы видео түсіріп интернетке салған үшін оны бір ай бойы ұрып соғып, ақырында инсульт болған. Шалидегі адамдардың үйлерін жаңа көп қабатты үйлерді салу үшін қиратқан. Адамдарға көшу үшін бір апта беріп, есесіне жаңа баспана салып береміз деп уәде берген. Бірақ қала ортасындағы жақсы үйлерінен айырылып, шешендіктер қала шетіндегі асығып үсігіп салып берген үйлерге ие болды. Бұның нәтижесінде 100 отбасының үйлерін бұзған екен. Ол маған былай дей бастады: мен Дудаев Ахметтен және Қадыров Рамзаннанмын. Олар менен саған келесі сөздерді айтып жіберуімді сұрады. Егер сен видео үндеу жасамасаң, сенің әйеліңді зорлап, балаларыңның барлығын өлтіреміз. Олар бұл өмірде бұдан былай болмайды. Егер бейне үндеу жасамасаң, әйелің азапталып қиналады және үлкен қиыншылықтарға жолығады. Будет твоей жене очень большие проблемы. Я ему сказал. Рамзанды Ресейдің бетіне жағылған қара күйе деп атаған Краснояр өңірінің депутатын да кешірім сұраттырғызған. Рамзан Ахматович, мен кешірім сұраймын. Менікі дұрыс болмады. Мен қыз баланып бұны жасадым. Қатты кешірім сұраймын. Эмоционально я приношу свои глубокие извинения. Я пообщался с представителями чеченского народа. Бірақ Қадыровқа тағылатын айыптар осымен бітсе жақсы болар еді. Алайда жағдай олай емес. Аталған жайттан бөлек Қадыров адамдарды ұрлап, тапсырыспен өлтіріп жатады деген сыбыстар да жиі айтылуда. Қадыровты сынаған журналистер, құқық қорғаушылар мен саясаткерлердің бір тобы Ресейде және шет елдерде өлтірілген болатын. Қадыровтың күзетшісі болған Омар Исраилов Австрияға қашып кеткен соң, Қадыровтың 300 адамды құрайтын жеке жауларының тізімі бар екендігін хабарлаған болатын. 2006 жылы Қадыров пен Путиннің қылмыстарын әшкерелеп жүрген Анна Политковская атты журналист әйел өзінің үйінің подъезінде атып тасталынған. Жұрт журналисті Путиннің тапсырысымен Қадыров өлтірді деп шуласты. Оның дәлелі ретінде Политковскаяны Путиннің туған күні 7 қазанда өлтіріпті, яғни туған күнге сыйлық ретінде тарту. Сол жылы 18 қарашада Мәскеуде орналасқан Шешен ішкі істер министрлігінің бөлімі қызметкерлері ФСБ подполковнигі Мавлада Байсаровты көлігінен шығып жатқанда атып тастапты. Бұдан 5 күн бұрын Шешен ішкі істер министрлігі оны адам ұрлау мен өлтіру айыбымен федералдық ізденіске берген. 2008 жылы Мәскеу орталығында Руслан Ямадаевты атып тастаған. 2009 жылы оның інісі Сулим Ямадаевты Дубайда тұрып жатқан жерінде қатерлі жарақаттайды. Полиция Қадыровтың ең жақын адамы Адам Делимхановты кісі өлтіруді ұйымдастыруда айыптады. Интерпол Делимхановты халықаралық іздеуге берді. 2009 жылы Австрияның Вена қаласында оны ұрлап жатқан кезде біз айтып өткен күзетші Омар Исраилов өлтірілді. 2010 жылы Австрия прокуратурасы ұрлауға Рамзан Қадыров тапсырыс жасаған деп мәлімдеді. 2009 жылы жазда Грозныйда мемориал басылымының қызметшісі журналист Наталья Эстемирова ұрланып, оның мүрдесі сол күні Гази-Юрт ауылы жанында орманда Ингушетияда табылды. Мемориалдың кеңес басшысы Олег Орлов журналист қызды Рамзан Қадыров өлтірді деп жариялады. Қадыровтың ең сүйікті тақырыбы соғыс. Шамамен алынған есептеулер бойынша Қадыровтың әскері 40 000 сарбазды құрайды екен. Әскерінің бір бөлігін ол Мәскеуде ұстайды. Осыған байланысты шешен әскері мен орыс әскері арасында анда-санда кикілжіңдер болып тұрады. Қадыров өзінің адамдарын Ресей жүргізіп жатқан қақтығыстарда соғысу үшін жібереді. Мысалы, шешен әскері Донбасс, Сирияда болып қайтқан. Қадыров теледидарда интервью бергенде өте жиі Путинге адалдығы жөнінде айтқанды жақсы көреді. Алайда Шешенстанның өзінде телеарналарда өзінің ешкімге тәуелді емес екендігін айтқан видеолары да бар. Ресей заңдары Шешенстанда жүрмейді. Бұл шетелден келген тіпті ресейлік саясаткерлерге, ресейлік қоғамдық белсенділер мен журналистерге де қатысты. Шешенстанда Мәскеу емес, тек Қадыров шешеді. Путинге жақ болғандығы үшін Шешенстанға іс жүзінде бөлек мемлекет болуға құқық берілген. Бұған дәлел ретінде мынандай шекаралық әскери болған жағдайды айтып өтсек. 2016 жылы Шешенстанға барған құқық қорғаушылардың көлігін өртеп жіберген. Ингушетияда бір топ шетел журналистерін ұрып соғып шабуыл жасаған. 4 адам жарақат алып, соның ішінде Швеция мен Норвегия азаматтары болған. Олардың сөзі бойынша 20-ға жуық қаруланған адам журналистерге шабуыл жасап, оларды көліктен шығарып ұрып соғып, көлікті өртеп жіберген екен. Эйстен Винстер, норвегиялық журналисті, Aftenposten
Washington басылымына бұл туралы сұхбат берген екен. Оның сөзінше, журналистерге шабуылдан 2 сағат өткен соң Қадыровшылар құқық қорғаушылардың Ингушетиядағы офистерін талқандауға кіріседі. Қаруланған адамдар бақылау камерасын сындырып, есікті бұзуға тырысқан. Мен сендерге ресми жариялаймын. Егер сендердің рұқсатынсыз сендердің аумақтарында, мейлі ол мәскеулік болсын, не Ставропольшы болсын, пайда болса, оған өлгенше оқ жаудырыңдар. Бізбен санасу керек. Бұдан Ресей іс жүзінде Шешенстанмен жүргізген соғысында жеңіске жеткен жоқ деп ұйғарсақ болады. Бар болғаны баяғы содырлардың көңілін үлкен ақшамен алдап жүр.